Мен Шугурова Күнсұлу Оңғалиевна, әдеттегідей қазақ тіл сабағына баршаңызды шақырамын. Қош келдіңіздер. Бүгінгі 5 кластың қазақ тіл сабағы ерекше басталмақ. Сәлеметсіздер ме, қымбатты балалар? Жаңа тақырыпты айтпас бұрын сіздерге ұсынылған суреттерді қандай тақырыппен байланыстыруға болады? Қалай ойлайсыздар? Суреттерде не бейнеленген? Иә, дұрыс айттыңыздар балалар. Саяхат және демалыс деген ұғыммен байланыстыруға болатын, тақырыппен байланыстыруға болатын суреттер топтамасы. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыз саяхат және демалыс деген 10-шы бөлімнің саяхат таным бастауы деген тақырыбымен басталмақ. Қош келдіңіздер. Сабақтың оқу мақсаты әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау, төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілері. Жаңа сабағымыз саяхат және демалыс болғандықтан, әрине, әр нәрсенің өз ережесі болады. Олай болатын болса, тыңдалым мәтініне мұқият құлақ түріп тыңдаймыз. Саяхат ережесі. Әлем елдеріне саяхат жасау бүгінде әрбір заманауи адамның арманына айналды десек, артық айтқандық емес. Әрине, ел көру, жер аралаудың, адам танудың пайдасы да жоқ емес. Саяхат барысында жаңа дүниелерді көріп, танымыңды кеңейтуге, жаңа көзқарастарға ие болуға мүмкіндік бар. Тек саяхат ережелерін жақсы білу керек. Ойын-сауық орталықтарына бар. Ол жерден қаланың, адамдардың нағыз өмірін көре аласың. Ой түйесің. Ашық бол. Ең мықты гид жергілікті тұрғын. Олар арнайы қызметте істемегенімен бәрін біледі, өз қаласын жақсы көреді. Көшеге шықта қалай баруға болады сынды сұрақтарды кез келген адамға бағытта. Біріншісімен үйлеспесең, екіншісі сенің көңіліңнен шығады. Жалғыз саяхатта. Топ болып жүретін болсаң, өз тіліңде сөйлеуді жалғастыра бересің. Және жаңа орындарға емес, айналаңдағы жолдастарыңның әңгімелеріне көп назар аударасың. Салыстырма. Ештеңеге салыстырмалы түрде қарама. Бағасына, тазалыққа, өмір сапасына, транспортқа. Сені бәрі түсінеді. Өзің барған елдің тілінде сөйлей алмасаң да қорқушы болма. Көп адамдар жалғыз жүргенде адасып кетеміз деп ойлайды. Тым көп сауда жасама. Анда-мұнда тасып әуре болмайтын заттарға ақша жұмсамағанның жөн. Мәселен, театр билеттері, мейрамханалар, ойын-сауық орталықтарына барып көр. Мұнда бәрін көру керек. Ендеше, саяхаттау кезінде осы ережелерді ескеруді ұмытпа. Ал қымбатты оқушылар, сіздер демалыстың не екенін білесіздер. Алдарыңызда 3 ай жазғы демалыс келе жатыр. Олай болатын болса, бүгінгі тақырыптан түсінгендеріңді ескере отырып, тыңдалым мәтіні бойынша тапсырма орындап қарайық. Дескриптор төмендегідей. Мәтінді мұқият тыңдайды, мәтіннің түрін ажыратады, мәтіннің құрылымын анықтайды, құрылымы мен рәсімделуі арқылы ерекшелігін анықтайды. Қымбатты балалар, тапсырмаларды сауатты орындау үшін бізге әрқашанда тілдік бағдарды мұқият білуіміз керек. Бүгінгі тілдік бағдардағы берілетін тақырып
Төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілері. Төл сөз жазушының, сөйлеушінің сөзіндегі біреудің өзгертілмей берілген сөзі. Автор сөзі төл сөздің айналасында берілген жазушының, сөйлеушінің өз сөздері. Енді төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілеріне, оның орын тәртібіне назар аударайық. Төл сөз тырнақшаға алынғанда тыныс белгілері былай болады. Баламмен ақылдасайын деді Ақылбай. Бұл бірінші мысалда төл сөз автор сөзінен бұрын келді. Төл сөз хабарлы сөйлем түрінде келгендіктен баламмен ақылдасайын деген төл сөз тырнақшаға алынып, одан кейін үтір, сызықша қойылып, деді Ақылбай деген автор сөзі жазылды. Екінші мысал, Балтабай былай деді. Бұл автор сөзі, одан кейін қос нүкте, төл сөз тырнақшаға алынып жазылды. Баламмен ақылдасайын. Үшінші, Балтабай, қос нүкте, автор сөзі бұл. Баламмен ақылдасайын, төл сөз тырнақшаға алынды. Үтір, сызықша қойылып, деді автор сөзі қойылды. Байқап отырғаныңыздай, төл сөз автор сөзінің ортасында келді. Төртінші, төл сөзді автор сөзі ортадан жарып келеді. Баламмен төл сөз басталды, тырнақшаны аштық. Одан кейін үтір, сызықша, деді Балтабай, автор сөзі ортада. Балтабай деген сөзден кейін үтір, сызықша, ақылдасайын, тырнақша, нүкте қойылды. Назар аударып, мысалдарға қараса, біздерге бұл ережені ұғуға әбден болады. Енді екінші жағдай. Төл сөз тырнақшаға алынбағанда тыныс белгілері былай болады. Ескерейік, төл сөз тырнақшаға алынбағанда тыныс белгілері қалай қойылады екен? Назар аудара отырамыз. Төл сөз автор сөзінен бұрын келген жағдайда. Сызықша, ол сенің інің бе? Сұраулы сөйлем күйінде келіп тұр, байқап отырсыздар. Сызықша, деп сұрады Сағи. Осындағы деп сұрады Сағи деген автор сөзі, ал Сағидың ол сенің інің бе деп сұрап жатқан өзгермеген сөзі жоғарыда айтып кеткендей төл сөз. Енді екінші мысалда төл сөз автор сөзінен кейін келеді. Мұндай жағдайда автор сөзінен кейін қос нүкте, сызықша, төл сөзімізді жазамыз, сөйлемді аяқтаймыз. Сағи былай деп сұрады, қос нүкте. Бұл автор сөзі. Ал енді ол сенің інің бе? Бұл төл сөз. Алдынан сызықша қойылды, сұраулы сөйлем күйінде келгендіктен соңына сұрақ белгісін қойдық. Үшінші, төл сөз автор сөзінің ортасында келеді. Автор сөзі, қос нүкте, сызықша, төл сөз бас әріппен. Одан кейін сөйлем қандай күйде келсе, соған сай тыныс белгі. Содан кейін сызықша, автор сөзі. Мысалы, Сағи, қос нүкте, ол сенің інің бе? Деп сұрады.
Ол сенің інің бе? Төл сөз сұраулы сөйлем күйінде келіп тұр. Төл сөздің алдынан да, сұрақ белгісінен кейін де сызықша қойылды. Ал сағи деген автор сөзінен кейін қос нүкте. Сөйлемнің ең соңында нүкте қойылды. Енді төртінші сөйлем. Мұнда да сол. Төл сөзді автор сөзі ортадан жарып келеді. Сызықша төл сөз, үтір қойылды. Қайтадан сызықша автор сөзін бердік. Үтір, сызықша, төл сөз, тиісті сөйлемнің тыныс белгісі. Сызықша, ол, төл сөз басталды. Үтір қойдық, сызықша, деді сағи, автор сөзі. Одан кейін үтір, сызықша, төл сөздің қалғанын жалғастырып жаздық. Сенің інің бе? Сұраулы сөйлем. Мінекей балалар, екі кестені салыстырмалы түрде қарасаңыздар, төл сөз бен автор сөзінің орын тәртібі және тыныс белгілері байқалады. Қандай жағдайда тырнақшаға алынады, қандай жағдайда тырнақшаға алынбады, сөйлем қандай күйде келгенде тыныс белгілер қалай өзгерді. Ал енді оқушылар тілдік бағдардан алған білімдеріңізді ескере отырып, кестеге тағы да назар аудара отырып, берілген суреттер бойынша шағын мәтін құрастырып қарайық. Оқу мақсатына сай біздер мына дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Мәтін тақырыбын анықтайды. Суретке назар аударып қарасаңыздар, біздің Ақтөбе қаласына таныс мекен. Әлия Молдағұлованың ескерткіші, Талғат Бигелдинов атындағы Әскери қарулы күштер институтының ғимаратындағы тікұшақ. Мәтін тақырыбын анықтайсыздар, өзіңізге ұнаған қандай тақырып қояр едің, қандай мәтін құрастырар едің. Жанрлық ерекшелігін таңдайсың жазатын дүниеңнің. Мәтінді құрастырасың. Мәтінді құрастыру барысында төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгісін қолданасың. Сонымен оқушылар бүгінгі сабақтың аяқтамас бұрын бекіту сұрақтарын ұсынып қарайын. Серуендеу мен саяхаттаудың қандай айырмашылығы бар? Екінші, саяхат таным бастауы деген пікірмен келісесің бе? Өз ойыңды тұжырымдап айт. Үшінші, саяхаттау үшін көп тіл білу қажет пе? Өз ойыңды дәлелде. Әрине, сабақ барысында біздер саяхаттау ережесінде осы тақырыптардың, осы сұрақтардың қай-қайсысына да тоқталып өттік деп есептеймін. Әрине, тіл білудің кім-кімге де артықшылығы жоқ. Жүрген жерімізде көп тіл білу қажет. Саяхаттау заманауи тірлікке айналып бара жатыр. Себебі оның танымдық жағы бар екен. Сондықтан бұл сұрақтарға сіздер өте жақсы жауап бергендеріңізге мен ризамын. Бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.